Келесі видео MATLAB ортасында программалау. жылғы нұсқасында MATLAB бағдарламасының интерфейсі оңай көрсетілген. New Script батырмасын басу арқылы эдитор терезесін ашуға болады. History Command терезесінде енгізілген кодтарды қарауға болады. Create Script батырмасын басу арқылы біз жаңа скриптті құрамыз. Save As батырмасын басу арқылы сохранить как деп Simple M файлы арқылы атын беру арқылы сақтаймыз. Мінекей, ол жақтағы Current Folder терезесінде Simple M файлы сақталды. Current Folder терезесінде MATLAB папкасының қандай M файлын ашу көрсетуге болады. File Save Path батырмасын басу арқылы біз сақталған M файлдарды қарауға болады. Ал енді Command терезесінде Simple атын беру арқылы біз жаңа фигураны ашамыз. Немесе Run айдау батырмасын басу арқылы Simple M файлындағы M фигурасын ашамыз. Фигураның коды алдында енгізілген. Немесе Edit Simple арқылы біз кодты аша аламыз. Жаңағы код бізге графикті береді. Кодқа кішкене өзгеріс енгізейік. Коэффициентін енгізейік. Оны логарифмге көбейтеміз. End сөзін енгізу арқылы кодты жабамыз. Бұндағы plot x, y функциясы графикті шығарады. Сақтаймыз. Simple батырмасын басу арқылы біздағы K коэффициент 5-ке тең 5 түрлі график шығарылды. Edit сөзін енгізіп SS2TF сөзін басып жаңа кодты ашамыз. Бұл жаңа код жаңа function y simple
max loop функциясын енгізу арқылы біз k-ға берілген коэффициент орнына max loop функциясын енгізіп сақтаймыз. Ал енді simple файлын ашамыз. Clear тазалау функциясы. G мәнін береміз, simple арқылы шақырамыз. Simple on бізде 10 түрлі графиктерді береді. Олардың математикалық мәндері workspace терезесінде G берілген G коэффициент арқылы берілді. Қосымша ақпараттарды справка анықтама шақыру арқылы байқауға болады. Мұндағы using FFT мысалын ашу арқылы көптеген мысалдар қарастырылады. Математикалық мәндер әрбір графикке берілген. Осылай программалау жүргізіледі.